ана бірінші рет келіп отыр. Кім бірінші рет келіп отыр? Вот, міне қараңыздар. Бірінші рет келіп отырған, вот арт жақтағы жігіттер, мен де сен секілді адам. Артта отырған. Егер бір жетістікке жетем десеңіздер, алтта отыруларыңыз керек. Артта емес. Мен де сіздер секілді кезінде артта отырған. Екі қол. Жоқ, оказывается, алтта отыру керек екен. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Тек қана мүмкіндік пайдаланыңыздар. Осы сказкаға ертеңінде сену керек. Ал ол үшін не істеу керек? Сетевой бизнес бұл командный бизнес. Бұл жерде команда керек. Жалғыз өзі емес. Екі нәрсені түсініңіздер. Айналған бизнеста жетістікке жету үшін екі нәрсе бар. Жеткілікті уақыт бөлу керек. Сол кәсіпке. И сол сетевой бизнестің системасын, жүйесін түсіну керек. Ал оның системасы бұл командный бизнес. Командаға бір мақсатта, бір фокуста, бір ойда, бірін-бірі түсінетін, бірін-бірі қолдайтын команда керек. Бірін-бірі қолдайтын команда керек. Ал сізге қандай гарантия береді? Адамдар айтады, оған гарантия бар ма? Компания қандай гарантия бере аласыз? Компания қараңыздар. DCI деген ұйым бар. Ассоциация прямых продаж. Бұл ұйым бізге гарантия берді. Бұл ұйымда қарасаңыздар, қандай компаниялар тұр? Өздеріңіз танитын шығарсыздар. Неге ол компаниялар әлі күнге дейін Қазақстанда жұмыс істеп жатыр? Әлі күнге дейін 95 жылы қазір сетевой компаниялар бізге келген екен. Содан бері әлі істеп жатқан компаниялар бар. Бұл ұйымның негізгі мақсаты осы компания заңды жұмыс жасай ма? Өнімдер сапалы ма? Ол компания өзінің серіктестеріне уақытылы комиссион төлеп тұра ала ма? Қандай мүмкіндігі бар? Соны тексеретін компания. Бұл жерде финансовый пирамида емес па? Соған жауап беретін осы ұйым. Бұл халықаралық ұйым. Халықаралық. А ол компанияда қараңыздар, Ербалайымызда тұр жерде. Алоэ Вера, Мерекейіңізде тұр. Танитын компаниялар. Олар рынокта бізде ғана 30 жылдан артық жүрді. Ол әлемде неше жыл болып жүргендеріне. Соның ішінде тағы бір айта кететін нәрсе, единственный бинарный системамен кірген 2 жылдың ішінде даже кірген компаниясы не көреді? Ол үлкен заслугасы компанияның. Міне компания басшылары сол үшін бір қол шапалақта қоюға болады да, үлкен еңбек жасады да. Компанияның заңдылығы. Компания адеп бізге Қазақстанға келген кезде жігіттер, бізде мынандай условие болған. Мен де сендер секілді артқа отырғанда айтқам. Компания мен бір заңды тіркелсін, маған юридический защита керек. Ертең мен жұмыс жасаймын. Жұмыс жасаған кезде оған жауапты адам болу керек. Мен сіздердің өнімдеріңізді, сіздердің брендтеріңізді пайдаланамын. Өйткені франшизасын сатып аламын. Франшиза деген сөз түсініп алыңыздар. Франшиза сатып алатын болсаңыз, сізде юридический защита бар. Сол брендтің атынан жұмыс жасай аласыз. Франшиза деген сөз түсініңіздер. Сол брендтің атынан сіз жұмыс жасай аласыз. Сол компанияның өнімін болсын, маркетинг план болсын қолдануға болады деген сөз. Өйткені сіз франшизасын сатып алдыңыз. Ал оған жауапты адам болу керек. Ол жауапты адам заңды мекен-жайы болу керек. Шевченко 90 бизнестерді қаратал, 10-шы этажда компанияның басшылары отыр. Міне, тірідей осы жерде отыр, қараңыздар. Ол юридический защита. А финансовый защитамыз. Біз бүкіл өнімді теңгемен төлейміз, и налогын да төлеп отырмыз. И теңгемен комиссион аламыз. Бүгін барлықтарыңызға комиссион түсті. Барлықтарыңызға. Апталық жасаған жұмыстарыңыз. Шикарны ғой. Қазір аяқ жағынан көресіздер, кім қанша табыс тапқан? Кім қанша табыс тапқан көресіздер? Ал мынау тренинг центрларымыз, складтарымыз. И және де бұл международный компания болғандықтан, бұл жерде международный сайт бар.